Тәттімбеттің аты жөнін осы жерде қысқаша айтып кетейік. Бұл кісінің шын аты Тәттімбет емес, Тәтті Мұхамбет болған. Жаңағы аңызда айтып, бір қатты қыстан малын шығын болып Шаншар деген ел, Қаракесектің тармағы Шаншар. Сол қатты шығын болып, көктемде ертерек жайлауға жетейік деп келетқанда Тәттімбеттің анасы осы Тәттімбетті босанған екен. Сонда көп босана алмай қиналып, ақыры не істейміз дегенде Қазанғап үшін жарып алайық деген ғой. Сонда тұра тұрыңдар деп Қарабақсы деген бақсын алдырады. Сонда бақсы қорқытып, қылышпен қорқытып тудырған ғой. Сонда туғанда Қазанғапқа атпен тұрады анандай жерде. Сонда сүйіншілеп жүр, айғайлап алдынан ұл туды деп. Содан кейін Қазанғап келгенде Қазанғаптың шешесі тірі екен дейді сол кезде. Сонда құлан жөргекке орап бүйтіп бергенде Қазанғап қараса, маңдайында битімдей тарыдай меңі бар екен. Ана маңдайдағы меңді қазақ тәті дейді. Сонда Тәтілі Мұхамбет болсын деп Қазанғап сөйлейді. Маңдайында несі бар екен белгісі. Содан кейін Тәтілі деп енді дыбысында өсті ғой. Содан тәтті болып кетеді, Тәтті Мұхамбет болып, кейін жеңгелер еркелетіп Тәттімбет атандырып жүрген.